Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Наргиза, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте жылдам дайындалатын американский печенье рецептісімен бөлісетін болам. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға ертілген сары майымызды құйып, оның үстіне қант салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Міндетті түрде біз қантты ергенше жақсылап араластыруымыз керек. Одан кейін бір жұмыртқадан қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Өте жылдам дайындалады. Керекті ингредиенттердің толық мөлшерін осы видеоның описаниесін жазып қалдырдым. Одан кейін дәл осы массамызға қопыстықышпен біз ұнды қосып, жақсылап бір келкі массаға дейін араластырып алатын боламыз. Ұнды екі бөлікке бөліп қосқандарыңыз жөн, массаларыңыз бір келкі болып шығады. Осылай жақсылап араластырып болғаннан кейін алдын ала пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан, мүмкін сізде 160 градуста пісуі мүмкін сізде 200 градуста пісуі мүмкін. Сондықтан пештеріңіздің қысуына қарай қосасыздар. Осындай бізде масса шығады. Қоймалжың дәл осы массаның үстіне мен қара шоколадты қосып жатырмын. Егер де дәл осындай сіздер шоколад таба алмасаңыздар, Қазақстан шоколадын қолдана берсеңіздер болады. Дәл осындай бізде глазурный шоколад бұл кондитерлік дүкендерде сатылады. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін барып кондитерлік мешокқа салып, жақсылап бір келкі қылып сығып шығатын боламыз. Егер де сіздерде кондитерлік мешок жоқ болса, онда қасықтың көмегімен де сала берсеңіздер болады. Бірақ кондитерлік мешокпен өте ыңғайлы, кондитерлік дүкендерде таба аласыздар. Осылай дөңгелек формаларды біз протеинге жасап шығаратын боламыз. Осындай астынан пергаментный бумага міндетті түрде төсейсіздер, себебі жабысып қалмауы керек. Жақсы пергаментный бумаганы таңдауларыңыз керек. Мысалы, поклан деген сияқты пергаментный бумагалар өте жақсы жабыспай шығады. Осылай барлығын одан кейін түзеліп шығамыз. Өте керемет болып шығады. Жарты сағатта дайын болатын дәл осындай печеньелерді жасап отбасыларыңызға қуантсаңыздар болады. Жасалуы өте оңай. Тек қана қарапайым осы ингредиенттерді қосу арқылы өте дәмді печенье жасап шығасыздар. Одан кейін печеньелерімізді біз қызып тұрған пешке салып пісіретін боламыз. 20-25 минут шамасында пісіп шығады. Осылай қызартып пісіргендеріңіз жөн. Негізі ингредиенттер 30 шақты осындай керемет печеньелердің рецептісімен жасалған. Бізде қант, ұн барлығы бір келкі нормада қосылған. Сондықтан да одан көп немесе аз қосуларыңызға болмайды. Және бұл жерде ескере кететін шоколад. Шоколадты да міндетті түрде дәл сол құраммен қосу керек. Одан аз немесе одан көп қосуларыңызға болмайды. Аз болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны лайк басып, комментарий жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде фото есепті Instagram парақшамда күтетін боламын.